Ең қорытынды момент қолдан нөлге тең. Осының әртүрлі несі әлгі салдары дейміз ғой, салдары. Ол осыдан кейінгі келесі сабақтарда, келесі параграфтарда қарастырамыз. Екінші жағдай. Мынау қорытынды күш нөлге тең, ал бірақ қорытынды момент нөлге тең емес. Енді осы жерде мына қорытынды моментті былай деп жазайық. Қорытынды момент тең және о нүктесі қай жерде орналасса да, жаңағы мынау осы жаңа нөлге тең емес деп қой. Осының мәні өзгермеу керек. Үшінші жағдай, мынау бірінші, екінші жағдай дедік қой. Енді үшінші жағдай жазамыз. Үшінші жағдай ер нөлге тең емес, ал ем нөлге тең. Осы үшінші жағдайда, мынау ер. О нүктеден өтеді деген тұжырымға келеміз. Енді мынау үшінші есептің мынау А жағдайы болса, енді осы үшіншінің Б жағдайы ем нөлге тең емес. Бұл 60-шы бет, жаңағы әдебиетімізде 60-шы бет жазыңыздар, 56-шы суреттеңіздер. Осы мынау соңғы жағдайда мынандай С деген нүктені таңдаймыз. Және осы С нүктесіне байланысты момент минус МО болады. Яғни момент теріс мәнді болады. Осы моменттің модулі тең болады ер көбейткен д-ға. Жаңағы әдебиетте 30 формула делінген. Одан әрі задача 19 дейді, ол есеп. Оны да өздеріңіз бұл жерде бір емес екі есеп тұр. Задача 19, задача 20 дейді. Енді келесі маңызды параграфты жазамыз. Жазыңыздар. 61-ші бет, 24-ші параграф.
24 қарар. Жазықтағы күштердің тепе-теңдік күйі. Жазықтағы күштердің тепе-теңдік күйі. Жаңа айттым, 29 параграф, 61 бетте. Бұл қазіргі осы қарастыратынымыз сондай маңызды жақсы параграф нәтиже. Ал енді маңызды нені жазыңыздар? Маңызды тұжырым дейді ғой, маңызды тұжырым. Жазықта берілген күштердің системасы тепе-теңдікте болу үшін келесі формула, яғни келесі шарт деміздер, келесі формула қажетті және жеткілікті. Мынау орыс әдебиетін және басқа тілдегі әдебиеттерді оқысаңыздар, необходимые достаточные условия. Өте маңызды көрінеді. Ол жай жазылған сөз емес, өздеріңіз көресіздер, пожалуйста. Необходимые достаточные условия. То есть қажетті және жеткілікті. Міне мынау нөлге тең болу керек. Сосын МО одан нөлге тең болу керек. Мінекей, осы жаңа айтылған бойынша қажетті және жеткілікті. Жазықтар кез келген жерде орналасқан нүктелер. Енді осы шарттың қажетті екені былай. Егер де мынау болмаса, дене тепе-теңдікте болмайды. Егер де мынау болмаса, ол да тепе-теңдікте болмайды. Яғни осы екеуінде нөл болу ол қажетті. Енді осы шарт жеткілікті екенін қалай дәлелдейміз? Қажетті екенін айттым мен сіздерге, енді жеткілікті екенін қалай? Жеткіліктісі былай. Егер мысалға ер нөлге тең болса, онда екінші қалатын не әлгі жағдай ол мынау моментке байланысты. Егер ер нөл тең болса, онда кез келген моментті қайын түрде болсын қарастыра беріп, бәрібір нөл болады. Онда бәрібір нөл болады. Мынау нөл болса, осыдан мынау шығады. Ол да нөл шығады. Яғни жаңағы тепе-теңдік бұзылмайды.
Енді осы 32-нің анау әлгі проекция арқылы жазғанда, осы 32, 3 әртүрлі жағдайменен сипатталады екен. Мынау 32, 3 әртүрлі жағдаймен сипатталады. Енді басқа тілмен айтсақ, мынау 32 теңдеудің 3 түрлі расшифровкасы болады. Нақтылап жазамыз 3 жағдайда. Сол 3 түрлі расшифровкасын енді жазайық. Біріншіден біздер, біріншіде, мынау ерді былай деп жазамыз. Ерx квадрат плюс y квадрат. Осы нөлге тең болу үшін, мынау Rx сумма fkx ол да нөлге тең болу керек, және y сумма fky ол да нөлге тең болу керек. Ол бір. Ал екіншісі, мынау момент, ол тең сумма mk, mo, сумма mo, fk. К тең бірден нға дейін. Сонда, осы момент нөлге тең болды деген сөз, ол мынау қосынды, mo, fk, ол да нөл деген сөз. Мінекей, сонда мінекей қараңыздар, мынаны А десек, мынаны Б десек, мынаны С десек, осы сонда А, Б, С, осы үшеуден А. Мынау қашан орынды болады? Мынау А болса үшеуді орынды болған. Керісінше де айтуға болады. Мынау А болса үшеу орынды болғанда, мынау орынды деп. Мынау теорема дейді ғой әлгі. Теорема дейді, мынау әлгі логика дейді, математическая логика дейді, физическая логика дейді. Соның қызық жерлері болады, мінекей. Тағы да айтамын, мынау орынды болу үшін мынау болу керек. Керісінше мынау болса, анау орынды. Осы үшеуін, мінекей, мынау біріктіріп жазылдыш, мынау А, Б, С үшеуін, осы үшеуін, мынау әдебиетте 33 формула деп белгілеген. 33 формула деп белгілеген. Енді сонда қысқаша айтуға былай дейді. Жазыңыздар. Кез келген жазықтағы күштердің жүйесі, кез келген жазықтағы күштердің жүйесі тепе-теңдік күйде болу үшін, кез келген жазықтағы күштердің жүйесі тепе-теңдікте болу үшін, сол күштердің x және y осына проекцияларының қосындысы нөлге тең болу керек. Және осы жазықта таңдап алған кез келген о деген нүктеге байланысты, және осы жазықта таңдап алған кез келген о деген нүктеге байланысты моменттердің қосындысы нөлге тең болу керек.
нөлге тең болу керек. Бұл мінекей айттық біз, мынау үлкен шарттың мынау бірінші несі, бірінші расшифровкасы. Енді бағана мен айттым, сол үлкен шарттың үш расшифровкасы бар. Енді осының екінші жағдайына келейік. Екінші жағдайына. Мынау тағы да орынды болады. Қазір мынау екіде жазған шарт орында болады. Соны жазайық енді. Былай деңіздер. Тепе-теңдіктің екінші түрі дейміз. Екінші түрі. Мынау тепе-теңдіктің мынау бірінші түрі болса, қазір тепе-теңдіктің екінші түрі. Жазыңыздар. Тепе-теңдіктің екінші түрі бойынша тепе-теңдіктің екінші жағдайы екінші түрі бойынша екінші жағдайы екінші күйі бойынша жазықта кез келген екі А, Б деген нүктені таңдайды. Жазықта кез келген А және Б деген екі нүктені таңдайды. Сонымен қоса X осі дейміздер. X осі. Мынау А, Б нүктеден бөлек бағытта дейміздер. X осі А, Б нүктеден бөлек бағытта. Осы айтқанымыз 62-ші бетте 59-ші суретте көрсетілген. Сонда тепе-теңдік күй жазықта сақталады. Егер келесі 34-ші формула орынды болғанда. Келесі 34-ші формула орынды болғанда. Міне осы үш формуладағы шарт орынды болғанда жаңағы жазықтағы бейненің тепе-теңдік күйі қайтеді, сақталады. Бұл мінекей біз таңдадық мынау үлкен шарттың екінші жағдайын талдадық. Енді осы үлкен шарттың үшінші жағдайы бар. Енді бүгінгі лекциямыздың уақыты аяқталып қалғандықтан осы үшінші жағдайды келесі лекцияда тыңдаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.